Қайырлы таң достар, біз қыдыруға шығып бара жатырмыз. Автобустықта достар осылай суреттегідей біраз жол жаяу жүріп аялдамаға жетіп алдық. Аялдаманың жалпы көрінісі осындай. Таблода қай автобус қай уақытта келетіні көрсетіліп тұрады екен. Кәдімгі ыстық, ашық аялдама. Макияжымыз салам алейкум болады. Что жара нам невозможно. Как тебе жара? Да? Когда жарко, тебе нравится? Мне тоже не нравится. Автобустың іші өте салқын, әдемі, керемет. 1,5 сағатта жетіп алдық қалаға. Ішінде осындай телефон зарядтайтын мүмкіндіктер қарастырылған екен. Жалпы автобустардың жүретін графиктері бар, бірақ демалыс күндері олар графиксіз жүреді екен. Біз сенбі күні шықтық, соған қарамастан жолымыз болып 9 минут ыстық далада күтіп тұрдық. Салқын автобуста терезеден керемет көріністерді тамашалап, әңгіме-дүкен құрып, тым жақсы жетіп алдық. Мен өте жақсы көріп қалдым, всегда с собой беру, жүрек жалғап жүргенге. Кешкі сағат 9-ға қайтарға билет алып қойды. Қайтпесем кешке қарай қайтатын адамдар көбейіп, орын болмай қалуы мүмкін. Сөйтіп, Сеулде қалып кетуіміз мүмкін еді. Ханкёнгёк деген станция метродамыз. Біз осыны заказ бердік. Қайсы? Рибка, да? Мені біз станция метродамыз. Станция метроны атығандай? Ханкёмунгек сәңгене ондай станцияда жүрміз. Друзья, это просто божественно. Божественно вкусно. Оказывается, это в Сеуле очень знаменито. Рекомендую. Тут еще такие десерты есть, смотрите. На манго істеген сияқты. Клубники. Мынау біздің жегеніміз, типа, мынау сияқты только со слоеным тестом. Метролар жайы айтатын болсам, атмосферасы сондай легкий более. Мен өзім Санкт-Петербургтың метросымен салыстыратын болсам, бұл жерде көңілді екен адамдар ше. Балалар жақсы көреді екен, баланы көрсе бәрі күліп қарайды екен. Бізге сразу орын берді, маған да, жұбайыма да орын берді. Достар, біз негізі өздеріңіз көріп жүрген Тәуіп Қожун немесе тағы да тарихи түрлі кәріс сериалдары түсірілетін кәріс ауылы бейнеленген музейге шыққанбыз. Шығып қалсақ, осындай Сеул Сити пикник 2024 болып жатыр екен. Және осындай керемет сәулет өнерін тамашалап, әрі қарай қадам бастық. Сәл ары жүргенде осындай түрлі үстел ойындарын көрдік. Қатарынан тізіліп қойылған столдарда түрлі үстел ойындары ойналып жатыр екен. Балаларға керемет қызық болып жатыр екен. Бірақ біз ойнамақ түгілі соңына дейін қарап шыққан жоқпыз үстелдерді. Өйткені дала өте ыстық болды. Осы жерден ары қарай кете бердік. Мына жерде бір қызық макет орналасқан шығар деп тезірек келіп қарасам, онда ешнәрсе жоқ, тек қана топырақтар, тастар тұр екен. Мына жазуын түсіріп алып кейін аударып қараймын деп едім, ол да болған жоқ, өйткені Айша ары қарай жүгіріп кетті, соның артынан жүгіріп, сонымен ойымызда бөлініп кетті. Достар, Кореяда көше тамақтарының дәмін көргілеріңіз келсе, қалталарыңызда ақша жүрсін, өйткені электронды төлемді кейбір жерлерде қабыл алмайды екен. Мысалы, осы жерде бізде қабыл алмады. Сол себепті қасындағы тұрған жерден су алып іштік. Нақтырақ айтқанда смузи өте салқын болып шықты. Тіл білмегеннің арқасы, мен мангоның жаңадан сығылған соғын беріп жатыр десем, ол өте салқын суды беріп жатыр екен. Кейін оны жылытып жүріп зорға тауыстық. Осы оңтүстік Кореядағы Чинжудо деген островта апельсин мандариндер өседі екен. Ал мынау горшокта өсіп тұрған мандариннің көрінісі. Сатылады деймін шамасы. Сәл ары бара бергенде осындай жәрмеңкеге тап болдық. Достар, менің тағы екінші каналым бар ютубта, ол жерде мен сурет саламын. Нақты айтқанда мультфильмдердің персонаждарын саламын. Ал мына жерде дәл сол әдіспен офлайн ақша тауып отырғандар да бар екен, меніңше өте ерекше.
Одан кейін бургер жеуге кірдік. Бұл жердің ерекшелігі тек қана шетел азаматтарының көбінде деп айтар едім. Яғни туристерді тамашалап отырып, бір бургерімізбен фриімізді жеп шықтық. Достар, қараңыздаршы, туристерге арнайы осындай жер дайындап қойған екен. Белгілі бір нәрсені білгілеріңіз келсе, осы жерге кіріп, ұялмай сұрап шығып кете берсеңіздер болады. Сонымен достар, Кореяда өте танымал Daiso деген компания бар. Сол магазинге кірдік біз. 12 этаждан тұратын магазин екен. Әр этажында әртүрлі заттар сатылады. Осы лифтте де жазып қойған екен, қай этажда не сатылатыны. 12-ші қабаттан бастап бірге дейін аралап түстік. Әрине, әр қабатты жеке-жеке түсірген жоқпын, тек көзге түскен заттарды түсірдім. Мысалға, тоқыма жіптер бұл жерде өте арзан екен. Кезінде тоқымамен де айналысқаным бар еді. Маған мынау гүл қоятын подставка ұнап қалды. Дөңгелегі бар екен, сырғыта бересіз, қалаған жеріңізге ауыстырғыңыз келсе. Түрлі подставкалар, горшоктағы гүлдерге арналған топырақтар, гүл өсіретіндерге өте керемет жер екен. Қалағаның да алда кете бер. Мынау орындықтардың аяқтары сырғып кетпес үшін жасалынған дүние екен. Орындықтың размеріне байланысты әртүрлі формалары да қарастырылған екен. Енді одан қызығын көрсем сіздерге, қарсаңыз. Мынандай нәскелерді шығарып қойып столдарға қараңыз. Стульчиктерге. Даже сырғымайтып походу. Мынандай аяғы. Күшті екен, Мила көрінеді екен. Мынандай да қара. Прикольно, вообще классно. Мындай түрлерде бар. Мынау жұбайымның жасаған кружкасы. Жасаған болғанда суретін салған. Кореяның таулары. Кофе ішіп отырып антыпен жасаймыз. Алматының тауларын салғасы ба? Ну ладно. Daiso деген. Өліп шаршады. Айша, әлі ұйқыдан тұрды. Starbucks'ta отырмыз. Шаршадық енді достар, айтамын. Қалай шаршағанымызды азында үйден шыққаннан нанагах. Келетқанда автобуста просто 1,5 сағат болдық, отырдық. Болды, басқа кезде тек қана жүріп келетінбіз. Соғысы сол онда ма? Нашына шорпа ма? Вот так мы выбираем еду. Вот такая система. Выбираешь, обводишь то, что мы хотим. Кәрістер тамақтың тұзын кем қылып жетеді. Және де картопты қолдана бермейді, нанды мүлдем қолданбайды, нанның орнына піскен күріш қолданады. Нанды мен де өмірде қатты іздемеймін, піскен күрішті жақсы көремін. Салаттары өте дәмді екен. Жақсы кешкі ас болды жалпы. Unpacking. Мынау жұбайымның жасаған кружкасы. Жасаған болғанда суретін салған. Кореяның таулары. Мында кружка қараңыздар. Размерінде ғой, бұл сабырға кетіп қараңыз. Кішкентай болса, мына жерге келесіз, одан кейін болса былай келесіз, мына жерге келесіз. Мынау ше. Құрғақ менің көзім аяғым. Сонымен сәл мындай үйге тапшылар кетін жері жұмсауымыз қатты болса, болтымен өлшеп қырып тастайды, ашып тастайды. Сол үшін мен үйге кетіп тапшылаған кезде мына жер жұмсалмаған. Ақшаға мынандай алдық, палочкамен жіберіп жатырмыз. Ол болады екен. Түсқамай тапшылар. Бетін жолтып. Мынау көп жаздық алып бетін жұмсақ, өзіміз Ayşe çok kaldı. Ayağına da çok kaldı. Bir de sabah. Evet, bravo çocuk.
Жүн сақпат.